Ана идиотты қаран, идиот. Ана идиот секіріп жатыр, яны. Ол секіріп жатқан адамның жылдық табысы $100,000 екенінде, ол жылын бүкіл әлемді шарлап, қыдырып, солай бақытты өмір сүріп жатқан қақысы жоқ. Ана жындыны қара дейді. Өзін жынды екен ұқпайды. Менің ұққаным, біздің совет өкіметіндегі адамдардың 70 жылдан кейінгі адамдардың біздің бәріміз бақытсызбыз екенбіз. Бұлай енді шындығында бақыттымыз. Лондонға барғанда сездім, тамақ емес. Бір рошки, ылғи көбінесе сол анда барсаң көбінесе сондай макарон, тамақ, рошки. 4,5 мың теңге. Біз ұлымыз екеуміз тамақ ішкен, енді сол ана ақшаны солыста бірді, ағылшынша білет. Мен бір рет айттым, ол қанша мынау деп. Екеуміз 2 рошки алдық, бір бушкемен чай 10 мың теңге почти. Мен құрған рошки. Су 0,5 су 1000 теңге. 0,5 кішкентай бутылка су 1000 теңге. Үйлері, ескі үйлер мысалы 300 мың евродан фунт стерлингтен кем үй жоқ. 300 мың, 70 квадрат. Анда өмір сүру деген бізден қарағанда 100 есе қиын. Жан таласып жұмыс істеу керексің да, анда выживать ету үшін. Не дай бог ауырып қалдың, не дай бог бірдеңке болып қалдың, бітті. Онда ағайын туған деген бізде қазақ сияқты ондай мейірімділік, қайырымдылық жоқ. Тамағы итке бермес тамақ енді. Білмеймін, өзі қалай соған әбден үйреніп алған, приспособлить етіп алған. Үйге келгеннен кейін қуырдақ жеп, қатық жеп, сүтті чай ішіп, өзіміз адам сезініп қалды да 7 күннен кейін. Біздің өмір Қазақстандағы бизнес жасау деген 100 есе жеңіл ады. 100 есе, 1000 есе жеңіл. Мынандай жерде тұрып бар ғой, былай мен өз командам айттым, бәрінің бизнесі бар, әрқайсының өзінің бизнесі бар. Салтанатта 3 бизнес бар, бәрінде Азаматта да бизнесі бар, Бауыржанның өзінің бизнесі бар. Мен айттым, менде бір жалшы жоқ. Бәрі жетекшілер үшін әрқайсының өзінің бизнесі бар. Мен соларға жағдай жасап жатырмын. Бизнес жасағанға. Айттым, маған жалданбаңдар. Элементарно бәрін жасауға болады. Осы жердегі затраты тамаққа деген 10 есе артық, 10 есе кем, 10 есе таза тамағымыз, 10 есе арзан. Тура 10 есе. Бізде су қанша тұрады? 0,5 су. 100 теңге, анда 1000 теңге тұрады. 10 есе. Сондықтан бізде 10 есе киім де арзан, 10 есе үй де арзан, 10 есе тамақ та арзан. Мына жерде тұру керек, ақшаны табу керек те, шетелге барып, просто қыдырып, көріп, жылына 2 рет, 3 рет любой уақытта паспортын қалтаңда жүру керек. Шыққың келе ме? Бір жаққа паспортын үйден шыққаннан кейін мен кеттім, қайда кеттім? Италияға барып келейін. Ертең да паспортын қалтаңда жүр. Қазір керекті жоқ ештеңке да. Гостиницаға барсаң бәрі дайын. Осылай өмір сүру керек та. Мен кезінде жүрген кезде көп осылай ететін, Алматыға келемін де, рас қайда шыққым келеді, кейде Москваға, кейде Түркіменге, кейде бір жаққа ұшып кетемін. Қолымда бір портфельмен. Үйге звондай салып, мен кеттім, ана жаққа кеттім деп. Паспорт қалтада ақша деген ол бір $3,000 мысалы, мен айына $600,000 продукт шығарып жүрдім, ол копейки. Сендер осындай өмір сүре аласыңдар. Осы мен айтқан білімді игеріп, осылай өмір сүрсеңдер. Сондықтан біздің ана кім Мұхаммед Али совет өкіметіне келген кезде айтыпты ғой, ол кезде Америкада күндіз түні мынандай немен болған. Советская угроза. Шындығында да Карибский кризис 62 жылы 3-ші дүниежүзілік соғысқа міне 1 секунд қана. Естерінде ме, Германияда танкілер біріне бір қойған кезде біреу не дай бок бір идиот тарс еткізіп атып қалса 3-ші дүниежүзілік соғыс басталып кетеді. Біз тірі қаламыз ба, қалмаймыз? Ол кезде қарудың қазір сұмдық қазір да, нейтронный бомбасы бар, атомный бомбасы бар, химический оружиесі бар. Сол кезде айтты, совет өкіметі әне бізге соғыс ашады, совет өкіметі міне соғыс ашады деп американецтер дірілдеп отырған. Біз айға ұшқан кезде совет өкіметі олар вообще сұмдық айға ұшты, олар космос ұшып жатыр, үстімізден бірдеңке тастайды деп. Сол Мұхаммед Али келген ғой Москваға, келгеннен айтады дейді, мен шындығында да қорқа бастадым орыстардан деп. Трамвайға отырса бәрі, трамвайдағы адамдардың бәрі осылай дейді да. Соң айтады дейді, мынаны бәрі угрюмый, кісі өлтірейін деп алып жүрген адамдар. Кісі өлтіргіш, адам жегіштер екен деп. Шындығында андағы барған кезде қарасаң, көшеге барсаң адамдардың бәрі. Бірдеңке сұрасаң, 100-200 адамнан сұрадық. Өйткені жолды білмейсің, метросы қиын. Москваның метросы, Шанхайдың метросына қарасаң бәрі жазылып тұрады да, енді Англияның метросы 1863 салған. 1863 салынған метро, енді бұрын кезде кішкене логистикасы немен болған, 100 метр жердің астында. Кімнен сұрасаң, қолынан жетелеп апарып, бір туысқаны сияқты. Кетіп бара жатқан адамнан, excuse me, осылай подскажите, қалай жүру керек десең, қолынан жетелеп апарып, жұмысын тастайды, ана қасындағы адам тастап кетіп, апарып көрсетіп. Кемінде 100 адам, бәрі сондай. Бәрі күліп жүреді. Бәрі. Онан кейін мен аэропортта, мен ұмытшақпын, аэропортта алған нәрсемді тастап кетіп, 3 сағаттан кейін барсам, ана duty free тақтап қойып, мені көрген кезде, баласын көргенде, ой, біз сіз деп жатырмыз, мынау сіздің затыңыз, ана бір қошақ нәрсе алған ғой, сәлемдеме, әкеп берді. Сондай адамдар прям бақытты да. Біз бақытты елде тұрып жатып бақытсызбыз. Олар бақытсыз елде тұрып жатып бақытты. Айтыңдаршы, біз бақытты елде тұрып жатып бақытсызбыз. Олар бақытсыз елде тұрып жатыр. Анда смог,
12 миллион адам бір қалада тұрады, жанталасқан өмір, тамағы деген бір бөтелке суы 1000 теңге тұрады, бірақ бақытты адамдар. Алға қарай дамып жатыр. Менің сезген еткенім, біз бақытсызбыз, өйткені анда барған кезде де байқадым, бәрі билеп, Қазақстаннан барған делегацияны қарсақ, біріне бір қашып кетеді. Бірге отырайық десе, бәрі бірге отырмайды. Мен қастарына барып отырайын, бірақ қарасам ана жақ мына жақ кетіп қалып. Өйткені анда секіріп, билеп, эмоцияны сыртқа шығару керек та. Біздікілер елдер секіріп жатса. Сонымен мен Фейсбукқа жарияласам айтады, өй, мыналар секта, мүмкін идиоттар, массовый психоз, анау мынау деп. Біз керемет умныймыз да. Өзіміз ұлы дала квартиранты деп қазір бір неме шықты, көрдіңдер ме? 80% бәрі квартира тұрады екен, өз біреудің босағасына тұрады. Не ішеді, не жейтін жоқ. Аналарға айтады, ана өзімнің жақта тұр. Ана идиотты қара, идиот. Анау идиот секіріп жатыр, яғни. Ол секіріп жатқан адамның да жылдық табысы $100,000 екенінде, ол жылын бүкіл әлемді шарлап, қыдырып, сондай бақытты өмір сүріп жатқан қақысы жоқ. Ана жындыны қара дейді. Өзін жынды екен ұқпайды. Сондықтан біздің бақытсыздығымыз өзімізде екен, біз зажатымыз. Менің ұққаным, біз бұйығымыз, бізді білмеймін, ана киноларды көрген кезде, ана көшпенділердікі, ана мың жау жүрек баланы көрген кезде шын көргенде болады, ата бабам қандай болған. Тарихты білетін адамдар прям сөзді еске түсіріп, соны нетеді ғой, қалай жауға шапқан, қалай ер жүрек болған, көздерін от жанып тұрған актерлар соған нете алады, сол образға кіре алады да, айғайлап, тура батырлар шындығында да. Ана роликтерден көресіздер ғой немейді, шын батырлар қылыш қалып, айғайласып жауға тей, тәңірім білер жігіттер, ажалымыз қайданды деп, Махамбеттердің қандай болғанын елестете алады. Ал 70 жылда бізді басып тастағаннан кейін біз битіп қалғанбыз да. Бәрі қарсын, біздің қазақтар бәрі осылай міне. Аналар деп айғайлап шыңғырып жатса, біз битіп тұрады екенбіз. Енді битіп тұрған адамның жұмысы қалай болады? Бүйтіп сүмірейіп жүрген адамның не ол қиратады өмірде?